Сәлематсыздар ма балалар? Сауат ашу сабағы. Сабақтың тақырыбы Ж дыбысы мен әрпі. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты әріпті тану, ажырату және оны дыбыспен сәйкестендіру. Оқудың түрлерін буындап оқу, жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу, түсінік оқу қолдану. Суретке қарайықшы балалар. Не көріп тұрмыз, кәнекей атайық. Бірінші суретте жіп, екінші суретте жаңғақ, келесі суретте жылан, соңғы суретте жапырақ. Балалар қараңыздаршы, барлық суреттер қандай әріптен басталған? Дұрыс айтасыздар, Ж әрпінен, Ж дыбысынан. Ендеше бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз Ж дыбысы мен әрпі. Қарайықшы, Ж дыбысы қандай дыбыс? Ж дауыссыз дыбыс, ұяң дауыссыз, тіл алды дауыссыз. Ж дыбысы сөздің басында, ортасында және аяғында кездеседі. Кәнекей менімен бірге жаңа сөздерді үйренейік. Жаға, жаса, жалау, жасау, жасыл, жайлау, жылтыр, жауын, жарыс, жарас. Жарайсыздар балалар. Кәнекей тағы да бір рет оқып шығайық басынан бастап. Жаға, жаса, жалау, жасау, жасыл, жайлау, жылтыр, жауын, жарыс, жарас. Жақсы. Қарамен берілген сөздердің мағынасын ажырат. Кәнемен оқи, мұқият тыңдаймыз. Тұрма жай, қамыр жай. Кәне қарайықшы осы жерде. Жай, жай деген сөздер қарамен берілген екен. Кәнеке мағынасын енді ажыратып көрейік. Тұрма жай. Яғни бұл жерде жай тұрма дейді. Бірден істе дегенде, қамыр жай. Бұл жерден нанды жаю. Яғни жазылуы бірдей, бірақ мағыналары әр түрлі сөздер. Келесі. Суға жуа-жуа, тазаланды жуа. Ал бұл жерде қалай түсінесіздер? Суға жуа-жуа, яғни жуып-жуып, тазаланды жуа. Бұл жерде зат жуа. Кәдімгі өзіміздің үйде қолданатын тағамдағы жуа, Көрдіңіздер ме? Яғни сөздердің жазылуы бірдей, бірақ мағыналары әр түрлі сөздер екен балалар. Енді қазір біз сіздермен Ж әрпінің жазылуымен танысамыз. Ж әрпінің бас әрпі және кіші әрпі болады. Мұқият қараңыздар, қалай жазылады екен. Жақсы, енді балалар өздеріңіз дәптерге жазып көріңіздер. Келесі тапсырма сіздерге жаңбыр тамшыларынан қандай сөздер құрауға болады? Кәнекей, көмектесіп жіберейін сіздерге. Бірінші, жасыл. Тағы да қандай сөздер құрастыруға болады? Жалау, жарық, алау. Ал енді екіншісінен көрейік. Біріншісіне тағы да жуа деген сөз шығады, балалар? Енді екінші бұлтты көрейік, кәнекей. Қандай сөздер шығады екен жаңбырдың тамшыларынан? Жылтыр, жалға, жүзім. Жарайсыздар балалар. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.